Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Құрметті Әлихан Асханұлы, ағымдағы жылдың алғашқы күндері әріптестерімізбен өңірлерді аралап, тұрғындармен және әр деңгейдегі мәслихат депутаттарымен кездесіп қайттық. Кездесулер барысында әртүрлі бағытта, соның ішінде өңірдегі көлік логистикалық инфрақұрылым бойынша бірқатар мәселелер көтерілді. Тиімді қауіпсіз көлік қозғалысы өндірістік процесстерді жеделдетуге, сонымен қатар ішкі және сыртқы экономикалық қатынастарды нығайтуға ғана емес, сонымен бірге мемлекеттік бюджетті толықтыруға көмектеседі. Мемлекет басшысы көлік логистикалық әлеуетті дамытуды үкімет жұмысының негізгі басымдықтары бірі ретінде белгіледі. Қазіргі таңда елімізде көлік логистика салаларын қамтитын бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылып жатқандығы бізді қуантады. Дегенмен, көлік логистикалық инфрақұрылымның бір бөлігі болып табылатын темір жол, автокөлік жолдары және көпірлер бойынша, соның ішінде өңірлерде әлі шешімін таппай тұрған мәселелер жеткілікті. 2022 жыл 20 қазанда мемлекет басшысы Жетісу облысына жұмыс сапары барысында облыстық маңызы бар жолдардағы 15 апатты көпірлерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Бүгінгі күнге дейін 4 көпір қолданысқа берілді, тағы бір көпірдің жұмысы аяқталу барысында. Енді 70 мыңнан аса халық пайдаланатын қалған 10 көпірдің мәселесі әлі ашық күйде. Ол көпірлер арқылы бас арнаның гидравликалық қондырғыларына, әскери базаларға, автоматты газ тарту станцияларына, аэродромға, су электр станциясына, төтенше жағдайлар министрлігінің резервтік қоймасына, санатория, балаларды сауықтыру орталықтары сияқты стратегиялық және әлеуметтік нысандарға қатынайды. Осыған орай адам өміріне қауіпті 10 апатты күрделі көпірлерді жөндеуден өткізу үшін бюджетті нақтылау кезінде қаражатты қарастыруыңызды сұраймыз. Сонымен бірге республикалық маңызы бар Алматы-Шелек-Қорғас ақылы жолдарының күтіп ұстау және қауіпсіздігі бойынша Панфилов ауданы мәслихат депутаттары халықтың наразылығын жеткізді. Панфилов ауданы тұрғындары мен ауданға келуші халықтың 99% және шекара бекеті арқылы шетел азаматтары осы жол арқылы қатынайды. Алайда жолдардың жиегіндегі қоршаулардың болмауы, қыс мезгіліндегі жолдарды тазалау жұмыстарының тиісті деңгейде жүргізілмеуі, төрт түлік мал мен жануарлардың жолға шығып кетуі жол апаттарының орын алуына әкелуде. Сонымен қатар жол бойындағы арнайы тоқтау орындарына тазалау жұмыстарының жүргізілмеуі еліміздің мәдениетіне шетел азаматтар алдында нұсқан келтіруде. Келесі мәселе Текелі қаласының кірме темір жолдарының жағдайы. 2017 жылдан бастап кірме темір жол тармағы иесі Асаржол жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Алайда бүгінгі күнге дейін кірме жолдарды күтіп ұстау жұмыстары тиісті деңгейде жүргізілмей, шарттық міндеттемелер орындалмауы есебінен 2018 жылдан бері 2 рет вагондардың рельстен шығуы, ал 2023 жылы 18 қазанда көмір тиелген 3 вагон темір жолдан шығу жағдайы орын алды. Осы апат 6000 тұтынушысы бар қалаға жылу беру мүмкіндігіне қауіп төндірді. Осыған орай апаттың салдарын Текелі энергетикалық кешені өз есебінен жоюға мәжбүр болған. Аталған мәселені анықтау мақсатында Асаржол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Мұхитовпен кездесу өткіздік. Сонымен қатар Баскөлік прокуратурасына мән-жайды тексеруді сұрап хат жолданды. Бірақ мәселе әлі күнге шешімін таппады. Өңірде тағы бір жауабын таппай отырған мәселе Көксу ауданы Айнабұлақ және Лабасы ауылдық округтерінде орналасқан 2 темір жол өткелдерінің жабық болуына байланысты аудан арасы қатынауға, ауыл шаруашылық жұмыстарын іске асыруға үлкен қолайсыздық келтіріп, тұрғындар арасында наразылық тудыруда. Өткелдің жабық болуына байланысты мектеп оқушыларын үйіне тасымалдау үшін автобус 15 шақырым жерді айналып өтеді. Лабасы ауылдық округіне қарасты өткелдің арғы бетінде бір өндірістік кооператив және 25 шаруа қожалығы 210 гектар суармалы жерге егістік жұмыстарын жүргізеді. Бұл суармалы жерлерге жету үшін Мәмбет ауылы арқылы 18 шақырым жолды айналып өтеді. Ал өткел ашылған жағдайда жол бір ғана шақырымды құрайды. Осы мәселеге байланысты Көксу ауданы әкімдігі тарапынан Қазақстан темір жол ұлттық компаниясына хат жолданған. Алайда ұлттық компания тарапынан бұл мәселені шешуге ниеттенбеген. Ал республика бойынша осындай 30 шақты мәселе бар. Жоғарыда баяндалған жағдайлар оң шешім тапқан жағдайда экономикамыздың күре тамыры жолдарын ретке келетініне, санитарлық нормалардың орындалуына, стратегиялық және әлеуметтік нысандарға жолаушылардың қауіпсіз әрі тиімді қатынасына мүмкіндік туары анық. Депутаттық сауалдың толық мәтіні жазбаша жолданады. Құрметті Әлихан Асханұлы, жоғарыда көтерілген мәселелерді шешу мақсатында тиісті мемлекеттік органдарға тікелей хаттамалық тапсырма және заң талаптарына сәйкес толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Сенат депутаттары Толамисов, Сарыбаев.